Кеш жарық, құрметті ата-аналар, міне біздің ертегі оқитында уақытымыз жақындап қалды. Бүгінгі күнгі ертегінің аты «Қой мен қасқыр». Мен ойлаймын, сіздер осы менің оқыған ертегімді тыңдап жатсыздар, есте сақтап жатсыздар, кішкентай бөбектерге оқып беріп жатсыздар ғой деп ойлаймын. Менің еңбегім еленбей қалмасын, құрметті тыңдармандарым. Бүгін мен сіздерге арнап қазақ ертегілерінің ішінде хайуанаттар туралы ертегілер арасынан «Қой мен қасқыр» атты ертегін оқып бермекпін. Өрісте бір арық қой жалғыз қалыпты. Қалың шілік арасынан шыққан қасқыр жәлпақ даланы аралап келе жатып, әлгі қойға тап болады да қуанып кетіп: «Жерік асым, қайдан жүрсің? Іздеп таба алмаушы едім. Бұйырған асым екенсің, аузыма өзің келіп түсіп тұрсың ғой. Енді асықпай бір тояйын» дейді. «Ажалым жетсе мал бар ма?» дейді қой мұңайып. «Бірақ өзің де мал танығыш едің. Қараш түріме, аузым толар, етім жоқ, тұла бойым шандыр. Мені қайтесің, босат, қойға барып қозымды әкеп берейін» дейді. Қозының былқылдақ жұмсақ етіне қызыққан қасқыр әлгі арық қойды босатып жібереді. Қой отарға қарай зыта жөнеледі. Қасқыр жұтынып қойып қойды ұзақ күтеді. Сонан соң қой баласы момын аңқау болушы еді. Сірә оны ешкі сұм азғырған шығар. Барып көрейін деп жорта жөнеледі. Бір белеске шығып жан-жағына көз салса, қарсы алдында бір ешкі жүр екен. «Сен іздеп келіп едім» деп қасқыр ешкіні бас салады. «Атаң да анаң да жақсы кісі еді» дейді ешкі жалбарынып. «Қой тұрғанда мені қайтесің? Одан да мен билеп сенің көңіліңді көтерейін» дейді. «Ондай өнерің болса көрсет кәне» дейді қасқыр. «Онда босат мені» дейді ешкі лепіріп. Қасқыр босатып жібереді. Ешкі биік бір тасқа шығып алады да қасқыр: «Қане, биленді» дейді. Ешкі айласын асыра түседі. «Ендеше менің аяғымнан көз алмай қарада тұр» дейді. Ешкі секіре тастан тасқа шығып кетеді. Қасқыр ешкінің аяғынан көз алмай отыра береді. Сол арада қойшы келіп қалып, қасқырды қуа жөнеліпті. Бүгінгі ертегі қысқа да нұсқа. Кейбір сіздерден бүлдіршіндер сұрауы мүмкін: «Қасқыр сөйлеу біле ме?» деп. Ертеде осы хайуанаттарға кейбір арамы, қулықшыл адамдарды жануарлар ретінде бейнелеген. Сондықтан аңқау қасқырға ұқсамайық, мынау ақылды қойға ұқсайтын болайық. Ақылмен жеңуді үйренейік. Құрметті ата-аналар, қайырлы түн. Мен ойлаймын, сіздердің бүгінгі күні ұйқыларыңыз жақсы болып, келесі таңды жақсы атырады ғой деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар.